Сәлем, сұлулар, қал-жағдайларың қалай? Айнұр сұлу арнама қош келдіңдер. Және де маған бір керемет ой келіп тұр бүгін. Осыдан 15 жыл бұрын мен бетімен алыса бастаған едім. Ол студент кезімізде мына бөртпелер пайда болады, неше түрлі. Оны кетіру үшін сен маска жағасың, аптекаға барып, средстволар алып күйдіресің, оның бәрі бастан өтті. Сөйтіп жүріп, мен осы бет жаттығуларына келдім. Бет жаттығулары және фейс-фитнес дейді, немесе упражнение для лица, зарядка, фейс-йога дейді. Әркім әртүрлі айтады, бірақ мағынасы бір, яғни бетке жаттығу жасау. Мына денемізге қалай жаттығу жасаймыз, сол сияқты бетке де жаттығу жасағанда беттің бұлшықеттері тонусқа келе бастайды. Осыдан 3-4 жыл бұрын мен бет жаттығуларымен айналысып бастадым. Ол кезде қолымда осындай бір курс болмаған екен. Сөйтіп мен Инстаграмнан, Ютубтан қай жерде көрсетеді осы жаттығуларды аламын да солармен қосылып жасап кете беретін тұғым. Яғни уақыт өте келе мен бір нәрсені дұрыс емес істеп жатқанымды байқаймын да, одан курс алуға шешім қабылдаймын. Курс алып, кәдімгідей 2 апта бойы күнделікті емес, күнара жасайтын. Күнара жасау арқылы мен пайдасын байқадым. Пайдасын байқай отыра, және де бетім ажарланып, цвет лица дейді ғой, беттің түсі, реңі кіріп бастаған байқаймын да, содан бастап мен осы бет жаттығуларды үзбей жасап кетемін. Курсты алып бастағаннан кейін мен алдыңда нені дұрыс емес жасап жатқанымды түсіндім. Ол, яғни мен Инстаграмнан, Ютубтан бір ғана бөлікке арналған жаттығуларды көреді екен. Көздің айналасына, немесе мұрның айналасына, маңдайға, мойынға деген сияқты жаттығуларды көріп аламын да, тек қана соны жасаймын. Сосын кейін бір күні басқа бөлікке жасаймын, бір күні басқа бөлікке жасаймын. Әйтеуір жасау парызым деп жасаймын, көрейін деп. Одан бір керемет пайданы көрмеймін да, содан кейін бір күн тастап кетемін, бір күн істемеймін, бір аптадан кейін қайтадан істеймін, сол сияқты. Негізінде әрбір жаттығуды жасаған кезде, даже денемізге бір жаттығу жасаймыз ғой, тренировкаға барамыз, күнара баратын боламыз. Бұлшықеттермен күнде жұмыс жасау тоже кішкене чревато, потому что бұлшықеттер жыртыла бастайды, сол қалыпқа келу керек ол, сол себептен күнара барады адамдар тренировкаға, немесе жаттығуларына, тағы да сондай сияқты. Сол сияқты бетке де регулярность керек. Ол дегеніміз күнара жасайтын жаттығулар, арасында қандай массаж жасап тұруға болатын, соның барлығын курста түсіндіріп айтады. Содан мен жаттығуды үзбей комплексно жасай бастаймын. Яғни бүкіл денеден бастап бет бөлігіне дейінгі жаттығулар. Сол сияқты қыздар, мен көп сөйлемей қоямын, бүгіннен бастап сіздерге комплексно бір ай бойы қандай жаттығудан кейін қандай жаттығу жасаған дұрыс екенін көрсете отырып, бірге жасай отырып, нәтижесін көре бастаймыз. Сол себептен, егер де қазір менімен бірге күнделікті жасайтын болсаңыздар жаттығуларды, қазірден бастап өздеріңізді суретке түсіріп алыңыздар. Яғни түзу отырасыздар, иықтарыңызды тік ұстайсыздар да, объективке тіке қарап, осылай күлмей суретке түсіріп аласыздар өздеріңізді. Сосын бір айдан кейін нәтижесін бірге салыстыра отырып көреміз. Және де ертеңгі күні мені жоғалтып алмас үшін осы арнама тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий жазбасаңыздар, менің әрбір жүктеген жаңа видеоларым сразу көрінетін болады. Ал кеттік ондай болатын болса, бірінші күн деп бүгінгі күнді есептейміз, суретке түсіріп аламыз. Паузаға қойып қойыңыздар да, суретке түсіріп алып, қайтадан жалғастырып қараңыздар. Кейбіреулеріңіз айтуыңыз мүмкін, мен қазір 40-қа жеттім, 50-ге жеттім, 60-қа жеттім, 70-ге жеттім, менде жаттығу жасағаннан ешқандай да пайда болмайды. Лучше мен косметика алып, жаға берейін деген сияқты. Мен сіздерге айтарым, қуантарым мынау. Егер де сіздер регулярно, осындай күндері жасау керек деген күндері жасасаңыздар, яғни күнара
бұл жерде ешқандай да заңдылық жоқ, күнара жасайтын жаттығулар. Және де арасында мысалға бірінші күн жаттығу жасадыңыздар, екінші күн массаж жасауға болады. Үшінші күн жаттығу, төртінші күн массаж жасайсыздар. Соның арқасында 1 ай, 2 айдың ішінде жақсы результат көруге болады. Даже косметикасыз. Косметиканы ары кетсе бір сыворотка. Мен мысалға көп косметика алмаймын, тек қана бетке жуатын пенка, пилинг және де сыворотка. Бетке жағатын сыворотка болды. Басқа менде косметика жоқ, даже шыны керек менде тональный крем немесе пудра дегендер аз, өте аз, тек қана туш, ерінге жағатын даже помада емес, не дейді анау, как его, гигиеническая помада ғана. Вот. Сол сияқты ертеңгі күні өте жақсы жаңағы бет әлпетіңізді көрген кезде, нәтижесін көрген кезде сіздерде тоналка алу деген сияқты, крем алу қымбат, оның бәрі артқа қалады. Ал енді көп сөз бұл сөз бастайық. Біз неден бастаймыз? Ең біріншіден мынау арқа тік болу керек. Оны тік ұстап жүру мақсатында сіздер осы жаттығуларды ең бірінші жаттығуларынан бастаймыз. Себебі бізде маңызды арқаны тік ұстау. Не үшін? Жаңағыдай үнемі бүкірейіп жүретін адамдардың бет әлпетін байқасаңыздар, әжімдер ерте түседі, бет ерте салбырай бастайды. Екінші иек пайда болады, және де жағы тусклый цвет лица дейді. Үнемі бастары ауырып жүреді. Не себепті? Қан айналым дұрыс емес. Қан айналым дұрыс болмаған жерде жаңағыдай әртүрлі жағдайлар пайда болады. Сол себептен ең біріншіден мына арқа жаттығуларынан бастау керек. Не істейміз? Өздеріңіз білетін арқа жаттығулар болатын болса, жасаңыздар. Ешқандай да жағдай, оны дұрыс емес жасадыңыздар демеймін. Ең бастысы арқа жаттығуларын. Бұлай жасасаңыздар да болады. 90 градус тастайсыздар, қолдарыңызда. И ашасыздар параллельно, қолыңыз параллельно полға, мынау 90 градуста болады. Осылай 10 рет жасайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші жаттығу. Қолдарымызды төбеге көтереміз. И мына лопаткалар дейді ғой, арқамызда қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Үнемі арқаңызды тік ұстап жасайсыздар. Ал енді келесі жаттығу. Осындай күйде артта қолымызды төбеге көтеруге тырысамыз. Бұлай. Қаттырақ көтеруге тырысасыздар. Яғни осылай 30 секунд арқаңызды тік ұстап отырасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Жібердік. Енді келесі жаттығуымыз, ол біздің мойын. Мойын мышцы платизма дейді. Ол мына жерден басталынады. Мына жерде мышцы платизма. Осы мышцы платизма, яғни бұлшеттер жиырылып, уақыт өте келе тонустарын жоғалтады да жиырыла бастайды. Мынау терінің астындағы бұлшет жиырылған кезде тері үстінде салбырап қалады. Мына жерде бірінші, екінші кольца венеры пайда болады. Екінші подбородок және мынау бұлшеттер жиырылған әсерінен мойын кішірейе бастайды.
Сол себептен мойынға да маңызды жаттығу жасау. Ол үшін не істейміз? Мына қолымызды платизма мышцы басталатын жерге қойып, қазір мына ортаға қойып ұстаймыз да, улыбка, жымиямыз да, мойнымызды жаңағы артқа қарай басымызды шалқайтамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әрбір жаттығуды 10 реттен жасап шығайық. Бірінші күнге жеткілікті болады. Келесі жаттығу, мойнымызбен жұмыс жасадық, арқа жағын, мойынның арқа жағына да массаж жасау керек болады. Мынау саусақтарымыздың арқасында былай жасаймыз ғой, сол сияқты қаттырақ басып, шіле қатты басып жүрмеңіздер, көгеріп қалмасын. Яғни 10 қатты басу деп есептесек, былай кәдімгідей қаттырақ. Бұны бір 6 балмен басасыңдар ғой. Ана қараңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И мына бөлігіне де бұлай уқалап массаж жасап жүріңіздер. Қан айналымды дұрыстау мақсатында осындай массаж жасаңыздар. Так, керемет. Ал енді мен сіздерге айтпаппын, баста бет таза болу керек, және де қолдарыңыз таза болу керек. Беттеріңізде ешқандай да опадалап, тоналка, пудра болмай-ақ қойсын. Максимум бетіңізді жуып, креміңізді жағып алыңыздар. Ал кеттік. Келесі жаттығу. Мына бөлшекке арналады. Не істейміз? Ерінді ауыздың ішіне қарай келтіреміз. Осылай ауызды ашып жабамыз. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығу, бұл аузымызға кішкене ауа жұтып аламыз да. Оңға солға 10 рет, сосын үстінен астына 10 рет жібереміз ауаны. Ал енді мына бөлікке, яғни мұрынның айналасындағы әжімдерді кетіру мақсатында қандай жаттығу жасаймыз? О деп ашамыз да. 1. Мына бөлікті тартамыз. Мына еріннің көмегімен астына қарай тартамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және астыңғы бөлікті де массажда жүрейік. Керемет. Бұлай жасаймыз. Келесі жаттығу. И мына бұлшеттерімізбен төбеге қарай бұлшеттерімізді көтереміз. Мысалға қараңыздар.
Байқадыңыздар ма? Тағы да көрсетемін. Мына бұлшеттермен жұмыс жасадық. О деп аштық та, и мына бұлшеттерімізді күлгендей болдық қой, қараңыздар. Осылай. Ал келесі жаттығу. Оны рет жасаймыз. Оны рет жасап болғаннан кейін келесі жаттығу А, О, У. Осы үш әріпті айтамыз. Келесі жаттығу А, О, У. 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 А деген кезде прям мына бұлшеттеріміздің жұмыс жасап жатқанын байқаймыз. А, О, У. 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 Келесі, мынау мұрнымыздың уақыт өте келе адамдардың мұрындары жаңа үлкейе бастайды. Бұлай немесе бұлай, әйтеуір үлкейе бастайды. Менің мұрным и так үлкендеу, бірақ соның өзінде бұрынғы суреттеріме қарағанда, қазіргі суреттермен салыстырсам, мұрным кішірейген байқалынады. Ол үшін не істейміз? Мұрның айналасында ішкі мына бөліктерде, мына жерлерде отек пайда болады. Соны кетіру үшін мұрынды көтересіздер, и мынау үстіңгі бөлік ерімен төмен түсіресіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Енді көздің айналасындағы бұлшеттер домаларына орналасқан, негізінде домаларына орналасқан бұлшеттер жиырылып, көз кішірейе бастайды уақыт өте келе. Ерінің айналасындағы бұлшеттер де солай орналасқан. Сол үшін уақыт өте келе ерінде жиырыла бастайды. Сол себептен ерінге және де көзге қандай жаттығулар жасайтынымызды қазір көрсетемін. Көздің айналасынан бастайық. Ол үшін мынау саусақтарыңызды екі бөлігіне, екі жағына қойыңыздар көздеріңіздің. И бұлай жұма бастаймыз. Тіке қарайсыздар. Бірінші жаттығу. Мына екі саусағымызбен фиксировать етеміз. Қатты баспаймыз. Жай ғана екі жағына фиксировать етеміз да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл бір жаттығу. Екінші жаттығу. Тура осыны тек қана көзімізді төбеге қарап жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көздің айналасына көбірек жасаған дұрыс, 10 реттен жетпейді. Хотя бы 20 реттен жасау керек. Кеттік екінші рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жібереміз. Төбеге қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жібереміз.
Бұл көздің айналасындағы әжімдерді кетіруге және де көздің астындағы жағдай темные круги под глазами дейді ғой, соны кетіру үшін арналған жаттығу. Келесі жаттығу, бүкіл жаттығуларды арқаңызда тік ұстап жасайсыздар. Келесі жаттығу маңдай бөлігіне арналған. Мынау қасымызды төменге қарай жылжытамыз, түсіріп тұрамыз. Екі саусағымызбен қаспен төбеге қарай көтеруіміз керек былай. Мына саусақтармен төмен қарай үстінен басып тұрамыз. Қасымызбен көтеруге тырысамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Кеттік. Келесі жаттығу жердің айналасына арналған болады. Жерінге жаңа А, О, У деген жаттығудың өзі өте жақсы. Сонымен қоса мына жаттығу жасасаңыз болады. Жердің бұлшықеттері бұлай орналасқан. Сол бұлшықеттермен жұмыс жасаймыз. Жеткілікті. Ал қыздар, бұл бірінші күнгі жаттығулардың реті осындай. Келесі күн ара жасаймыз дедім ғой. Ертең мен сіздерге массаждар көрсетем. Ол үшін не керек болады? Ол үшін қандай да бір май керек болады. Менде масло шиповника, любой аптекада сатылады. Масло шиповника успокаивает чувствительную кожу, способствует уменьшению раздражения, улучшает состояние и внешний вид сухой кожи за счет качественного интенсивного увлажнения. Бұл сухой кожаларға, нормальный кожаларға керек. Жирный кожаларға сіздер бұл майды алмай қойыңыздар. Жирный кожа болатын болса, сіздер крем жақсаңыздар болады, массажный крем. Және де егер кімде оливковое масло болатын болса, оливковое масло да өте жақсы болады бетке. Осы масло шиповника, оливковое масло, кокосовое масло мен қолданам бетіне. Сол үш майлардың түрлері жақсы бетке. Қалған майларды қолданып көрген жоқпын, сол себепті айта алмаймын ол жайында. Ал енді келесі жаттығулармен бірге жасаймыз келесі жаттығуларды. Сол себептен де менің арнама тіркеліп бірге жасайтын болайық. Бір айдың көлемінде керемет нәтижесін көреміз. Сол кезде жаңа суреттеріңізді жіберсеңіздер болады. До, после. Ал жақсы қыздар, мен сіздерді жақсы көремін. Сау саламатта болайық.